Бәріңізге ассалаумағалейкум, құрметті шахмат сүйер қауым. Бүгінгі біз сабақта ең жақсы ходтар, яғни жүрістер қайсылар дұрыс, сол жайлы кішігірім айта кететін боламыз. Жалпы шахматта екі жақтың фигуралары бәрі тең, яғни бұл жерде бір карта немесе бір нарды сияқты бұл жерде бір сәттілік жоқ, яғни қанша бір мысалы нарда жаңа тасты лақтырады, ол жерде сан қанша болса соған байланысты болады, немесе картада саған тұз келді ма, немесе саған алтылық келді ма деген сияқты, сол нәрсе көбінесе сәттілікке байланысты болады. Ал шахмат ойында ондай нәрсе жоқ. Бұл жерде екі жақтың да шанс дейді ғой, шанс екеуінде де яғни бірдей болады. Мысалы, екі жақта да 8 пешкі және 8 фигура. Алдында тұрғандар бұлар пешкілер, бұлар, ал артындағылар негізгілер, бұлар фигура. Бірақ мына пешкаларымыз кез келген уақытта келесі жақтың мәресіне жететін болса, яғни келесі қарсыластың фигуралар тұрған жерге мына пешкалар жететін болса, онда бұлар да артындағы тұрған фигураларға ауыса алады. Жалпы бұл шахматта ең басындағы сондай қарапайым нәрселер. Енді біз осылай екі жақ ойын мысалы басталды. Бірінші болып бізге қандай жүрістер дұрыс деген сұрақ, кез келген жаңадан бастаушы адамдарға сұрақ туындайды. Бізге ең көп қолданылатын бұл корольдің алдындағы пешканы 2 қадам алға жүру. Яғни біз E2-ні E4-ке қойдық. Бұны неге қойдық дейтін болсақ, бұл біріншіден біздің ең негізгі шабуылшымыз мынау ханшайым, ханшайымға және де ақ екі неге офицерге біз жол аштық. Мысалы міне ақ мұнда кире алады, немесе ферзді, яғни ферзь деп аталады. Бұл ханшайым, қазақша ферзь деп атай берейік. Ферздің алдын көріңіздер, ашылды. Бұл мұнда кире алады, яғни G4-ке, F3-ке деген сияқты, немесе жаңағы H5-ке. Яғни бұл жүрістер жақсы жүрістер емес, тек түсіндіргім келген осы қатар ашылғандығын. Яғни біз пешканы жүру арқылы осындай жол аштық, яғни біздің негізгі шабуылшы фигураларымыздың алды ашылды. Сондықтан да бұл E4-ке пешканы жүру ең көп жүрілген жүріс болып саналады. Ең алғашқы бастаған шахматшыларда осылай бастағаны дұрыс. Енді бұған қалай жауап береді дейтін болсақ, ол сол пешканы дәл солайынан жүріс, яғни E4-тің алдына өзінің пешкісін, яғни E5-ке алып келу. Яғни екі пешканы бір-біріне қарама-қарсы қою, бұл ең көп таралған жүріс. Жоқ, бұдан да көп таралған жүріс бар. Бұл бізде сицилияндық қорғаныс, бұл C5-ке қою. Бұл жерде жаңадан бастаған ойыншылар бұл жүрісті әзірге жүрмей қоя тұрған дұрыс, себебі бұл жерде көп деген үйренетін нәрселер бар. Бұл жүріске әлі асықпауымыз керек. Бірақ бұл ең сондай тиімді қорғаныс болып саналады. Бұны да кейінірек үйренсе болады. Бірақ сіз әзірге бастауыш ретінде E4-ке E5 деп жауап бергеніңіз тиімдірек болып саналады бастапқы уақытта. Ал енді ақпен ойнап жатқан бірінші бұл атты F3-ке қою. Мінекей осы жүріс ең танымал, яғни ең көп жүрілетін. Неге дейтін болсақ, фигураларының ішінде ең бірінші шығу керек бұл мына екі аттың бірі. Яғни бұлардың және де атты біз неге шетке шығармаймыз дейтін болсақ, бұл неге? Себебі бұда тек қана жүрістер, ол шетте тұрғаннан кейін оған жүрістер азаяды. Екі ғана қазір атта шетте тұр, оған ол тек F3-ке немесе G5-ке ғана жүре алады, басқа жүрістер жоқ.
Ал егер ол F3-ке қойған болса, біз біріншіден пешкаға шабуыл жасадық, одан кейін орталық, яғни орталықтардың көбісін осы ат қарап тұр. D4-ке мысалы, ол атты шығарса, мысалы біз қараңыз, D4-ке бара аламыз, немесе G5-ке, немесе пешканы жей аламыз, немесе H4-ке. Көп деген нәрселерге біз жол ашылды. Сондықтан атты осы жерге қою өте тиімді болып саналады шахматта. Яғни біз фигураларды барынша ең сондай активный дейді, ең белсенді жерге қоюға тырысуымыз керек. Ең сондай көп жерді, пространство, яғни көп жерлерді бақылап тұратын, көп жерлерге ол шабуыл жасайтын, немесе көп жерлерді қорғап тұратын. Мысалы, қазір бұл атымыз да мысалы неше екі пешканы қорғап тұр. Бұл өте тиімді біз үшін. Сондықтан F3-ке атты қою өте маңызды болып саналады. Одан кейін қаралар көбінесе өзінің пешкасын, ортадағы пешкасын қорғайды, осылайынан атты шығару арқылы. Енді бізге қандай ходтар бар? Біз слонды шығарып испандық бастама, яғни дебютті жасауымыз мүмкін, немесе екі атты шығаруымыз мүмкін, немесе шотландықпен бірден мынандай ащы, острый дейді ғой, осындай жаңағыдай атака, шабуылға бірден пешкасына шабуыл жасау, осылайынан шабуыл жасасақ болады. Немесе басқа бізде мынандай жүріс бар. Бұл жүріс енді онша жақсы жүріс емес, себебі біз өзіміздің ақ пілімізді қамап тастадық. Сондықтан да ең жақсы жүрістердің бірі бұл испандық жүріс, немесе итальяндық S4-ке қою арқылы. Осы итальяндық жүрісті бастайтын болсақ, мысалы, оларды біздің артымыздан қайталауы мүмкін қара пілді қою арқылы, немесе екі атты шығару арқылы, яғни біздің пешкамызға шабуыл жасады. Біз пешканы былай қорғасақ болады, немесе атпен қорғасақ болады. Осылайынан испандық ойын басталады. Көрдіңіздер ғой, мінекей. Осылайынан біз ақ пілді шығару арқылы біз уже екі фигурамызды сондай белсенді жерге қойдық. Себебі бұл ақ біздің піліміз біріншіден мынау корольдің алдындағы пешканы шабуыл жасап тұр. Және де осы үлкен ақ сызықтың, яғни көбісін осы ақ біздің піліміз бақылайтын болады. Сондықтан да біз осы жерге қойғанымыз ең дұрысырақ болып саналады. Одан кейін біз пешкамен артын жабамыз, яғни пешкалар бір-біріне, үш пешка бір-бірін қорғап тұр. Бұны цеп деп аталады, яғни шынжыр. Одан кейін мысалы атын шығарады. Біз бірден корольді қауіпсіз жерге апару үшін лакировка жасасақ болады, осылай айналдыру арқылы. Сонда бізде мінекей қараңыздар, қандай әдемі тұр. Біздің екі фигура сондай белсенді, короліміз біздің қауіпсіз. Және мысалы оларды қауіпсіз кезде, одан кейін біз енді атты шығарамыз. Одан кейін мысалы қара пілді де осылай шығарып, немесе жаңағы мұнда қойсақ та болады деген сияқты. Осылай ойындар қарай жалғастыра береміз. Мінекей ең жақсы басындағы ходтар осы. E4-те жүргеннен кейін ол E5-пен жауап береді, немесе бағанағы C5, немесе C6 бар, яғни бұл каракан деп аталады. Ол уақытта біз екінші пешканы ортаға қоямыз, себебі ол ешқандай пешкасын, ортадағы пешканы шығарған жоқ. Сондықтан біз бірден ортаны өзіміздің бақылауымызға аламыз. Сол уақытта ол каракан деген қорғанысты бастауы мүмкін. Бұл каракан, мен қарамен көбінесе осы караканды ойнаймын. Бұған да бөлек видео жасасақ болады. Ол уақытта біз алға пешка жүруге болады, немесе оны жеуге болады, немесе
мүлдем бұл нәрсеге мән бермей біз былай атты шығаруға болады Караканға қарсы. Бұл өз алдына бір бөлек сабақ. Жалпы дебют, яғни бастамалардың түрлері бар. Ферздің алдын d4-пен бастасақ та болады ойында. Ол уақытта оларда бізге d5-пен осылайынан бастаса, мысалы лондондық система, яғни бірден қара пілді шығару арқылы, немесе ең танымалдың бірі мына атты f3-ке қою, немесе бірден ортадағы пешкаға шабуыл жасау, ферзь гамбит деп аталатын, осындай жүрістер бар. Немесе аттың мынадай шығару деген сияқты түрлі ойындар бар. Былайдан ойнайтындар да бар, бірақ мен өзім ойнап көрмеппін. Ары қарай қалай болатынын онша біле бермеймін. Бұл жерде біз тегін пешканы берген сияқты болғанмен, бірақ болашақта пешканы қайтарып ала аламыз. Бұл жағын жақсы білмегендіктен кеңес бермеймін. Жалпы мен өзім ақпен осылай d4, яғни оған d5 қайтаратын болса, мен көбінесе лондондық жүйені ойнаймын. Немесе ферзь гамбит, яғни бірден пешкаға шабуыл жасаймыз. Егер ол пешканы жейтін болса, онда бұл жерде мынандай тұзақ бар, яғни біз пешкасын шабуыл жасаймыз біздің пілімізбен. Сол уақытта егер ол қорғайтын болса пешкасын, онда біз ол пешкасын тағы да шабуыл жасап, яғни ол пешканы қорғауы қиын болуы мүмкін. Егер ол тағы да қорғаймын деп шешетін болса, біз жейміз. Ол осылай жейді, және біз атпен тағы шабуыл жасаймыз. Яғни ол тағы да пешкасын осылай қорғайтын болса, біз атпен ол пешканы жейміз. Егер ол біз жесе, онда ол өзінің шеткі фигурасынан айырылып қалады. Сондықтан да ол ходқа ферзь гамбит көбінесе жемейді. Жегеннің өзінде де, егер біз былай ашқан кезде, ол былай қорғауы ол пешканы дұрыс емес болып саналады. Себебі бұл пешка қорғалмайды, оны бере салған дұрыс болып саналады. Оның орнына жаңағы басқа фигураларын дамыта берген дұрыс. Сондықтан біз қайтадан бұл пешканы қайтарып аламыз. Ферзь гамбит бар, осындай әртүрлі ойындар бар. Немесе ең басында бірден атты шығару ойындары бар, немесе мына атты шығару, немесе шеткі екі пешканы жүрудің түрі бар. Осындай осы ходтар ең танымал болып саналады. Бүгінге айтарым болса, енді келесі видеоларда осы әртүрлі бастамаларға жеке тоқталатын боламыз. Баршаларыңызға рахмет, тамаша